Джордж Самуэль Клейсон. Вавилонның ең бай адамы. Қарақалпақ тіліне аударған Рустам Сапарбаев, Ерполат Өтепбергенов. Әуметпенен танысың. Егер адамға әумет келсе, ол һәмме нәрседе әуметлі. Оны Ефрат дариясына лақтырсаңыз, қолында маржан менен шығып келеді. Һәмме адамларда өздеріне әумет күліп бағуын қалайды. Бұл ниет тап қазіргі адамлардың кеуілінде жасағандай 4000 жыл алдында Вавилон бұқараларының кеуілерінде болған. Қырсық әумет біздерді өз ітбарынан шетте қалдырмайды деп әммеміз үміт етеміз. Қандайдыр жол менен оны өзімізге қаратып қана емес, оның ыңғайлығына ерсіп, бізді сақилығы менен сыйлауына ерсуіміз мүмкін бе? Әуметке қалай ерсісе болады? Әйемгі Вавилонда жасайтығыларда бұл сұрауды өзлеріне беріп, оған жауап іздейтұғын еді. Олар минеткеш һәм терең пікірлейтұғын адамлар болған. Міне осылар менен Вавилонның өз уақытында ең бай һәм құдіретлі қала болып жетісуін түсіндірсе болады. Сол ескі дәуірде оларда мектеп, колледжлер жоқ еді. Соған қарамай олардың тәлім орайы болған. Ол жүда жақсы нәтижелі еді. Вавилонда аспанға шекем созылған имараттар ішінде әхметлігі жағынан патша сарайы, аспабағлар һәм Құдай жолындағы ибадатханалардан кем болмаған және бір жер бар еді. Ол хақында тарихи кітапларда онша естетілмейді. Бірақ сол дәуірдегі адамлар ой пікіріне әдеуір үлкен тәсірін тигізген. Бұл оқу ибадатханасы еді. Әм ол жерде қалеуші мұғалімдер оқушыларға өткен дәуір хикметлерін жеткерер, ашық форумларда болса сол дәуірде һәммені ойландырған барлық темалар хақында бәсекелесетұғын еді. Әтте ең соңғы құлда бұндай сөйбетлерде патша шаңырағынан болған адамлардың пікірлері менен тартысуы мүмкін еді. Оқу ибадатханасына ең көп келетұғылар ішінде Аркад деген дана бай адам болып, оны Вавилонның ең бай адамы деп есаплайтұғын еді. Оның өзінің үлкен ханасы болып, ол жерге дерлік әр кеште қартайған қарылар, жас жігітлерден ібарат үлкен адамлар топтары жиналатұғын, олардың ішінде орта жастағы адамлар көпшілікті құрайтұғын еді. Олар өздерін қызықтырған көп тараулар бойынша бәсекелесетұғын һәм пікір алмасатұғын еді. Келің, ұсындай жиналыстардың біріне нәзер таслап, олар әуметті өзіне қарату қабілетіне ие болды ма, білуге әрекет етеміз. Құм шаңларынан әзі көрініп тұрған құяштың үлкен қызыл шеңбері батысқа шамаласқанда Аркад өзінің әдеттегі мінберіне көтерілді. Жерге жайылған кілемдер үстінде оны 80-ге жақын адамлар күтіп отырар, адамлар келуін давам етер еді. Бүгін кештен не хақында пікірлесеміз? Деп сұрады Аркад. Азған әркелістен соң ұзын бойлы тоқушы тұрып оған мүражет етті. Көптен бері жауап естіткім келіп жүрген бір сұрауым бар, Аркад. Бірақ оны беруге батын алмай жүріп едім. Себебі ол саған һәм мына жерде жиналған ақкеуіл достарыма да күлкілі түйілуі мүмкін. Бүгін менің әуметім келді. Себебі мен алтын теңгелерменен шыжлан тауып алдым. Әуметсіз болуды ешқашан қалемес едім. Меніңше әтрапымызда жиналғанлар да бұны қалемесе керек. Соның үшін мен қалай бақытты өзіме қаратуымыз мүмкін, қандай жоллар менен оны шақыруға болады, сол хақында пікір алмассақ деп едім. Жүда қызық кәп, сөз қосты Аркад. Ол ойласуға арзырлы. Кімдер үшіндір әумет ешқандай себепсіз, мақсатсыз жүз беретұғын бір бақытлы қалады. Ал басқалардың пікірінше, әуметті Құдай басқарады һәм кім оған шын кеуілден қызмет етсе, оны сақилықпенен сыйлайды. Солай екен айтыңызшы, достар. Сіз бұл хақында не деп ойлайсыз? Әрбірімізге әумет келу үшін бір жол жорық бар ма екен? Әумет тез келіп тұрса жақсы болар еді. Оға, жақсы болар еді. Жиналғанлардың дауыстары естілді. Сәубетті бастаудан алдын сөзін дауам етті Аркад. Келің, алдын тоқушы менен болған уақия басқаларда да жүз берген бекен, соны естісек. Ішіңізден кімдір еш ұрынбай ақша яки қымбат бақалы затларды тапқан яки алған ба? Әмме тым-тырыс болып қалды. Жиналғанлардан кімдір тұрды мекен, атырапына қарады. Бірақ ешкім тұрмады.
Араңызда ондайлар жоқ па? Деп сұрады Аркад. Демек, бұндай әумет жүда сирек ұшырасады екен. Араңыздан кімдір ұсыныс көрсін? Іздеулерімізді давам еттірейік. Мен харекет етіп көремен, гап бастады жақсы киінген жас жігіт. Егер сіз әумет аққында сөйлесіп атырған болсаңыз, ітбарымызды стол құмар ойынларына қаратсақ. Сол жерде көп адамлар Құдайдан әумет сорап, үлкен ұтысқа ерсуге үміт етіп отырмай ма? Ол орнына отырғанда атрапындағылар сөз қосты. Давам етің! Стол ойынларында сен қалай Құдайдың сақилығына еріскеніңді айтып бер біздерге. Ойынхана иесінің есабынан шыжданыңды толтыру үшін ол кубиктің қызыл тарепін жоғарға қылып қойды ма? Яки керісінше оның қалеуіменен тапқан күмістеріңді қалтасына салды ма? Жас жігіт әмме қатары күліп жіберді. Соң жауап берді. Таналуым керек, менің келгенімді әумет білмеді менімше. Ал басқаларше, сіздер әуметтің сондай жерлерде бар екенін көрдіңдер ме? Кубиклерді сіздердің пайдаңызға айландыруға ол жәрдем берді ме? Біздерге айтып берің, естейік, һәм үйренейік. Бастама жаман емес, сөзге араласты Аркад. Біз бұл жерде пайда болған сорауды әр тәріплеме ойласу үшін жиналғанбыз. Егер біз сәубетімізден стол ойларын алып тастасақ, көпшілік адамларға тән болған кезі келгенде бір күміс теңгені тәуекел тігіп, құйма алтынды ұтып алуға таяр болған ішке ұмтылуды бекарлаған боламыз. Бұл маған кешегі ат шабысты есетіп атыр, деп гәпке араласты және бір тыңлаушы. Егер әумет ойын столларына баратығын болса, онда алтын жалатылған арбаларға қосылған, терлеп, көпіріп кеткен атлар қатынасындағы жарысылардың қасынан өтіп кетпесе керек. Расын айт, Аркад, кеше сен Ниневиядан келген атларға пұл тігіп атырғанда әумет құлағыңа не деп сыбырлады? Мен тап артында тұрып едім. Күлірен атларға тігіп атырғанды естіп, құлақарыма сенбедім. Хақиқи атлар жарысында Ассириядағы ешбір арбалы біздің сисханамыздағы атлардан оза алмайтұғын біздердей тап сенің өзіңде білетұғын еді. Соңғы бұрылыста қара жүп атлар шегініп біздің атларымыздың жолын тосып қоятұғынын әумет саған айтқанын тән алыңыз. Соның үшінде күлірен атлар қиыншылық көрмей жеңіске ерісті. Аркад жұмсақ күлкісі менен бәсекелескен жігітке қарады. Жаратқанның кім қандай атқа пұл тігу менен жұмысы бар. Менің пікірімше ол бір нәрсеге мұтаж, яки лайық адамға шын кеуілден жәрдем беруші. Мұхаббатам ұлылық Құдайы. Мен оны адамлар ұтқаннан көре ұтылған, алтыны көп болған ойын столлары, яки ат жарысынан емес. Ол адамлардың әрекетлері пайдалы һәм сыйлыққа лайық болған басқа жерлерден іздеймін. Жерге істеу беріп, туыры саудаласып, өнерменшілікпенен шұғыланып, әрдайым хадал пайдаға үміт етсе болады. Адам алжасқаны, самал ямасы ыссы хауа оның әрекетлерін пұшқа шығарғаны үшін сыйлық несіп етпеуі мүмкін. Бірақ ол сабырлы болса, ақыр ақыбетінде ол өз жеңісіне ерседі. Себебі әрдайым әуметке ерсу үмканияты оның пайдасына болады. Бірақ адам тәуекелші ойларды ойнаса, жағдай бүткілге қарама қарсы болады. Себебі әмме үмканиятлар оған қарсы. Ол ойынхана иесінің пайдасына істейді. Бұл оның кәсібі һәм құмарпаздар ойынға тігіп атырған пұлдан өзі үшін үлкен пайдаға ерсуді режелестіреді. Онша көп болмаған ойыншылар ғана оның пайдасының қаншелі үлкенлігін, ал өзлерінің ұтысқа болған үмканиятларының не деген аз екенлігін байқайды. Кубикті мысал етіп алайық. Әр рет оны таслап атырғанда, қайсы тарепі төбеге қарайтығының болжап пұл тігеміз. Егер бұл қызыл тарепі болса, ойынхана иесі бізге тіккенімізден 4 есе көп пұл береді. Бірақ қалған 5 тарепінің қалегені түссе де біз тіккен пұлымызды ұттырамыз. Бұл санлардан көрінеді. Әр таслағанда ұтылуға үмканият 5 мәрте, бірақ қызыл тарепі 4 есе ұтудан есапқа алсақ, 4 мәрте ұту үмканиятымыз бар. Бір күнде ойынхана иесі барлық тігілген пұлдан 5-тен 1-ін алуды іржелестіреді. Ақырында әлбетте 5-тен 1-ін ұттыратығын етіп түзілген ойында кімдір ұтысқа үміт етсе бола ма? Бірақ кімлердір көп пұл ұтып атыр ғой? Деді тыңлаушылардың бірі. Ауа, бұндай болып тұрады. Жауап берді Аркад.
Бірақ мұндай әумет қаншелік кепілі. Вавилондағы таныстарым ішінде көп өзіне тоқ адамлар бар. Бірақ мен ақшаға әумет жолын ойым менен тапқан бірін атап өте алмаймын. Бұл жердегі бүгін жиналғанлардың көпшілігіңіз қаламыздағы көплеген байларды танисызлар. Маған қызық, араңыздан кім ойын столын өзінің әуметінің бастануы деп айта алады? Маған ұсындай адамлар хақында айтсаңыз. Тек сол ойын столлары иелерінің өздері болса керек, деді. Егер сіздің миыңызге ешкім келмесе, дауам етті Аркад. Келің онда сіз хақыңызда сөйлесеміз. Ішіңізде құмар табыс дерегі болған ойыншылар бар ма? Оған жауап ретінде арқа қатардан кеуілсіз тоңқылды естілді һәм бәлен күлкі таралды. Соған қарағанда әуметті ол онша болмайтұғын жерден іздеп атырмыз ба деймен? Дауам етті ол. Келің онда басқа жерден іздеп көреміз. Біз оны жоғалған шыжланлардан таппадық. Ойын столларының қасынан да табалмадық. Ат жарысларына келсек, таналуым керек, өмірім дауымында ұтқанымнан ұтылғаным көп болды. Келін, өз кәсібімізге етібар берейік. Бұнда үмітке емес, минетіміздің арзырлық, сыйлануына үміт етуіміз мүмкін болған басты табысымыз екенлігі табиғи емес пе? Үміттідім күте беру де керек емес деген тоқтамға келдім. Бәлкім ол растанда оның келуін күтпегенімізде ғана бізге жәрдем бере ме деймін. Және кім қосымша пікір айтуды қалайды? Сонда ақ киімлі қартайған саудагер орнынан тұрды. Рұқсатыңменен, хүрметлі Аркад, бір ұсыныс кірте жақпан. Егер сен айтқандай, біз тек жеке күшам қабілетімізге ғана сенетұғын болсақ, келің онда дерлік қолымызда болған, бірақ біз ол имканияттан пайдалана алмай қалған әуметлер хақында сөйлесейік. Хақиқи әумет бұл жүда кем ұшырайтұғын жағдай. Бірақ имканияттан пайдалана алмай, қолынан шығарып қойғандағы әуметсізлік хақында көпшілік айтып беру мүмкін. Ақыллы пікір, деп қосылды Аркад. Ішіңізде кімнің қолында бақыт құсы тұрғанда күтілмегенде оны шығарып қойған? Көп адамлар қол көтерді. Солар қатары саудагердің өзі де. Сен басладың, өзің бірінші болып айтып бер, ұсынды Аркад. Жан деп сіздерге бір уақияны айтып беремен, жауап берді саудагер. Онда адам әуметке қаншелі жақыласу мүмкінлігі, әм өзін соқыр түсіп әуметтің өзінен 100 бұруына жол қойып, соң пұшайман болуын көресіз. Мен енді үйленіп, жақсы пұл таба бастаған жас уақытымда, әкем алдыма келіп, бір іске пұл тігуді ұсынды. Оның жақын достысының баласы тап қала дивалының артындағы бос жерді көз астына алған екен. Ол каналлардан биікте жайласқан болып, оған су бармайтұғын жер еді. Ол бұл жерді сатып алып, өгіздер әрекетке келтіретұғын 3 су шығырығын құрып, оның жәрдемінде егілерді суғару үшін су шығару режесі. Кейін бұл жерді бөлеклерге ажыратып, қала бұқараларына егін жетістіру үшін сатуды режелестірген. Барлық істі шөлкемлестіру үшін әкемнің досысының баласында жетерлі алтын жоқ еді. Ол маған ұсағап, жас жігіт болып, кішігірім ғана табысы бар еді. Оның әкесінің де менің әкемдегідей үлкен қожалығы болып, оның да пұлы жетпес еді. Соның үшін оның менен үлеске келсетуін адамлар топарын жинауға қарар етіпті. Бұл топар 12 адамнан ібарат болып, олардың әр бірі табысының 10-нан 1-ін жер сатуға таяр боламан дегенше іске қосып баруы керек еді. Түскен пайданы қосылған пұлға қарап, әділдікпенен бөлуді мақсат еткен. Балам, деді әкем, сен еле жассың. Сенің бай һәм хүрметлі адам болуыңды бүткіл өмірім дауымында арзу өттім. Өз әкеңнің қателерін тәкрарламауыңды қалаймын. Мен де осыны қалаймын, деп жауап қайтардым. Онда менің мәслихатыма құлақ сал. Өз табысыңның 10-нан 1-ін ажырат һәм оны пайдалы іске сарпла. Осы пұллар жәрдемінде сен менің жасыма жетпей-ақ өміріңе жетерлі байлыққа ие боласың. Сөздеріңді аналық. Мен бай болуды жүда қалаймын.
Бірақ менің шығынларым жүдә көп, һәм тапқанларымның һәммесі соған кетіп атыр. Соның үшін мен әзірше күтіп тұраман. Мен еле жаспан, алдымда уақытым көп. Дедім сонда әкеме. Сенің жасыңда мен де солай ойлайтұғын едім. Міне қара, көп жыллар өтсе де мен еле өзіме байлық топлауды баслай алмадым. Біз әрқилы уақытларда жасап атырмыз. Мен сіздің қателеріңізден қашуға әрекет етемен. Сенің алдыңда имканият ашылды, балам. Ол саған жақсы өмірге шарият жаратады. Бұл істі артқа сүрмеуіңді өтінемен. Ертең достымның баласына барып, табысыңның оннан бірін төлеп тұру шарты менен келісім қыл. Бұл істі қалдырып болмайды. Бүгін сенде бұл имканият бар. Оны қолдан беріп қойма. Деді әкем. Мен әкемнің ақылын алмадым. Тап сол уақытта шығыстан келген саудагерлер сол дәрежеде қымбат һәм сұлу киімдер алып келді. Мен хаялым менен не болса да осы киімдерді сатып алуға қарар еттік. Егер мен табысымның оннан бірін беріп баруға разы болғанымда, бұннан да басқа да көп қолайлықлардан уаз кешуге тура келер еді. Мен бір тоқтамға келуді артқа сүріп бара бердім. Соңында дым кеш болды. Еліге шекем өкінемен. Бұл іс әркім ойлай алғаннан көре дәраматлырақ болып шықты. Міне, менің қалай бақытты қолымнан шығарып алғаным хақындағы уақиям ұсы. Уақия имканият тұс келгенде, оны ұслап қала алатығын адамларды әумет күтіп тұратығынлығы хақында гүррің етеді. Деп гәп қосты басқасы. Оның қарашалау жүзінен сахра адамы екенлігі білініп тұрды. Өзіңнің мүлкіңді жарату үшін әрдайым бірінші адымда атуың керек болады. Бұл табысыңнан жинап қойған бірнеше алтын, яки күміс теңге болуы мүмкін. Әзір менің көп мал падаларым бар. Бірақ оның бастануы елі жас бала уақытымда бір күміс теңгеге жас қашарды сатып алғаным болған. Осылай менің байлығым туылды. Бұл бірінші адым әрбір инсанға үлкен әумет. Бұл адымды атлаған әрбір адам минеті менен пұл тауып атырған апуайы жұмысшыдан өз алтыны келген пайдаға жасап атырған инсанға айланады. Бұл адымды атлау біреулерге жақсылықтан несіп етеді. Әм олар бұл адымды кейінлеу атлағаларға қарағанда ертелеу байлыққа ерседі. Мына саудагердің әкесіне ұқсап бұл адымды атлай алмағалар хақында айтпаса да болады. Егер біздің саудагер достымыз бұл адымды жаслығында атлауға қарар еткенінде, әуметтің өзі оның қолларына келер, һәм бүгін ол көплеп рәхәтшіліктерден ләззетлену имканиятына ие болар еді. Егер бұндай әумет өз уақытында біздің тоқушы достымызға келгенінде, бұл үлкен байлықтың басануы болар еді. Мағанда сөз берің. Бір шетелі адамның даусы естілді. Мен Сирияданмын. Мен сіздің тіліңізде жүдә жақсы сөйлей алмаймын. Мен мына саудагер достыңызға ұқсаған адамларды қандай атайтұғыныңызды біле жақ едім. Сіз бұны әдепсізлік деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ сонда да осы сөзді естігім келіп тұр. Егер мен оны Сирия тілінде айтсам түсінбейсіз. Соның үшін өтініш, пайдалы болса да сол істі қылуды, қалемей тұрған адамды кім деп атаса дұрыс болады. Соны айтсаңыз. Ақылсыз! Деді кімніңдір даусы. Дұрыс! Деп мақұллады Сириялы қолларын сермеп. Имканият келгенде ол оны көрмейді. Ол күтеді. Жұмыс көп екенлігін айтады. Ал имканият бұндай ақылсыздарды күтіп отырмайды. Кім бақытлы болуды қалесе, ол асығу керек. Имканият келгенде асықпаған әрбір адам біздің саудагер достымызға ұқсап қате қылады. Саудагер орнынан тұрып, жүзінде күлкіменен Сириялыға тәжім етті. Шетелді достым, ақиқатты айтудан қорқпағаның үшін мен саған тән бердім. Ал енді қолдан кеткен имканият хақында басқа уақияларды естісек, кім айтуды қалайды? Сорады Аркад. Мен қалеймен, жауап берді орта жастардағы қызыл шапан киген кісі. Мен мал саудасы менен шұғыланамын. Көбінесе түйе һәм атлар менен. Әр уақыт қой һәм ешкілерде сатып аламан. Мен сіздерге бір күні өзім ұлыма таяр болмағанымда маған бақытлы имканият келгенлігі хақындағы уақияны айтып бері жақпан.
Бәлкім сол үшін оны өткеріп жіберген шығарман. Өзіңіз ойланып көрің. Bir күні кеште 10 күнлеп түйе ізлеп, айланғанымнан соң қалаға қайтып баратырып қарасам, тілекке қарсы қала дәрозалары жабық екен. Менің құлларым түнеу үшін шатырды тігіп атырғанында алдыма қалаға кіре алмай қалған жасы үлкен диқан келді. Hürmetli тақсыр, жүзленді болмаған. Сенің көрінісіңнен мал алып сатушы екенлігің көрініп тұр. Егер ұсылай болса, мен саған қазір алып келген әжайып қойлар падасын сатажақ едім. Бақытқа қарсы аялым қатты ауырып атыр. Соның үшін оның алдына тезірек қайтуым керек. Менің қойларымды сатып алыңыз. Қараңғыда мен қойларды көре алмасам да, олардың даусынан көплігі білініп тұрар еді. 10 күн жүріп сатып алуға түйе таба алмағанымнан жан деп разы болдым. Ол жүда асығыс еді һәм соның үшін жүда қолай нырықты айтты. Құллар азанда қойларды қалаға алып кірсе, мен оларды бірнеше есе қымбат сата алуымды біле тұғын едім. Оның менен шаппа тұрсып, құлларыма қойларды санауға ішара еттім. Диханның айтуы бойынша олар 900 еді. Бұндай қараңғыда шөллеп har жаққа тозып жүрген қойларды санау қаншелі қиын екенлігі хақында гүррің етіп сіздерді шаршатпайын. Бұл іләжі жоқ іс екен. Соның үшін диханға оларды азанда санап пұлын төлеуімді айттым. Өтініш hürmetli тақсыр. Жалынды ол. Мен жолға түсуім үшін маған 3-тен 2-сін әзір төлең. Мен бұл жерде саған санауға жәрдем беру үшін ең ақыллы һәм сауатлы құлымды қалдырамын. Оған сенсе болады, қалған пұлды сол арқалы беріп жіберсеңіз болады. Бірақ мен көнбедім. Һәм түнде төлеуден бас тарттым. Ертеңіне азанда мен еле оянып үлгермесімнен қала дәрозалары ашылып 4 саудагер диханның алдына ұшып келіпті, әмме қойларын сатып алып қойыпты. Қала қамалда қалу қаупі болғанлығы, ал азық ауқат мәселесінде жетіспеушілік сезіліп атырғанлығы себеплі жоғары бақа беріліпті. Дихан мен беретұғынымнан 3 есе көп пұл алыпты. Міне, осылай мен өз ауметімді қолдан шығардым. Әжайып уақия, ітібар берді Аркад. Сөйтіп бұннан қандай даналықты алсаң болады? Соған қарағанда, даналық сауданың түсімлі екенлігін сезгеннен баслап, оған пұл төлеуі кереклігінде болса керек, деді қартайған теріші. Егер келісімнің хақиқатқа жақсы болса, саған ешкім зиян ете алмайды. Әтте жеке кемшіліктерің де. Біз әмме бенделер тұрақсызлығымыз менен ажыралып тұрамыз. Мен және қосымша қыламан. Біз дұрыс пікірді надұрысына алмастыруға қайынбыз. Менің бірінші ішкі сезімім бар құлла ең туырысы болып шығады. Сондай болса да өзімді түсімлі саудаға қол ұруға көндіруім дым қиын. Өз күшсізлігімнен өзімді қорғау мақсатында өткеріп жіберген имканияттан пұшайман болмауым үшін енді бірден гіреуге пұл төлеп қоятығым болдым. Менің және сөзім бар, деп Сириялы қайтадан орнынан ұшып тұрды. Бұл уақиялар жүда ұқсас. Әрдайым имканият бірдей себептен өтіп кетіп атыр. Олардың екеуі де ақылсыз. Өздеріне әзір жүда уақыты, әммесін тез қылу керек деудің орнына, олар әмме уақыт істі созады. Олардың ісі қалай оңынан келсін? Сөздерімде даналық бар, достым, жауап берді мал саудагері. Екі уақияда үміт ақылсызлардан жүз бұрып кетті. Бұның хайран қаларлық жері жоқ. Асықпай әрекет ету әрбір адамның тихарында бар. Әмеміз байлыққа ұмтыламыз. Бірақ рухиятымыздағы асте қарар қабыл ету әрдайым артқа сүріп келеді. Соған әмел етіп біз өзімізге дұшпанлық қылып қоямыз. Сириялы достымызға мақұл келген сөзбенен айтатұғын болсақ, мен жаслығымда өзімді ұлыма ақылсыз деп ойлайтұғын едім. Кейін мен бұны өзімнің өжетлігіме жойдым. Соң ақырында машқала неде екенлігіне түсіндім. Әммесіне себеп, жағдай тез әрекет етуді талап етіп тұрғанында, мен әрдайым істі кейінге қалдыруымда екен. Өз әдетлерімді соншелі жаман көретұғын едім, арбаға қосылған жабай ешектей құтырар едім. Бірақ мен өз әдетлерімді тасладым, әм жетіскерлікке ерістім. Рахмет. Саудагер адамнан бір нәрсе сорай жақ едім. Және гәпке араласты Сириялы. Сен жарылартыкіне ұқсамаған сұлу киім кигенсің. Бізге айтшы, құлағыңа сол дауыс асықпа дегенде
Енді сен не қыласың? Мал сатып алушы достымыз сияқлы, әзі тәрептерімді тән алып, әм асықпайтұғын әдетім менен күресуіме туры келді. Жауап берді саудагер. Міне солқымдағы ұсы әдетім, имканият туылғандағы режелерімді бұзуды күтіп отырған дұшпаным екен. Сіздерге айтқан уақиям, бұл жүда көп жағдайлардан тек біреуі. Егер оны танып алсаң, бұл дұшпан менен күресу қиын емес. Ешбір адам өз қоймасында ұрының түмскіленуіне жол қоймайды. Тап сондай, ешкім дұшпанына қаридарларды қуып, пайдадан бос қалуды қалемейді. Әдетлерім өзіме зиян келтіріп атырғанында олардан уаз кешіп басладым. Тап сондай әрбір инсан Вавилон байлықларынан өз үлесін қолға кіргізуді қалесе, ішіндегі асти ақырлық рухынан құтылуына тура келеді. Бұған не дейсің, Аркад? Жасаған ұзақ жылларым давамында өмірдегі жетіскерлік жолында бір әулет орнына басқасы келіп атырғанын көрдім. Бұл адамлардың алдында барлық имканиятлар ашылды. Біреулері бұны бекке мұслады, әм өз ниетлерін әмелге асыруда сенім менен әрекет етті. Бірақ көпшілік асықпады, сенімсіз жол тұтты, әм ізде қалып кетті. Аркад тоқушыға қарады. Әумет хақында сөйлесуімізді сен ұсындың. Айтшы, бұл туралы сен енді не деп ойлайсың? Мен енді әуметке басқаша қараймын. Мен адамға ең жақсы дұс келетіғын жағдай, бұл әуметтің өз-өзінен келуі деп ойлар едім. Енді әуметті өзіне қарату аңсат емес екенлігін көріп тұрман. Сәубетімізден түсіндім. Текарында әумет бұл имканиятлардан пайдалану екен. Соның үшін келешекте дұс келуі мүмкін болған әрқандай имканияттан толық пайдалануға әрекет етемен. Сәубетімізде айтылған әмме пікірлерді сен жақсы түсініпсің. Жауап берді оған Аркад. Біз ұмтылып атырған әумет көбінесе имканиятпенен бірге әм аз халларда басқа жол менен келеді. Біздің саудагер достымыз Құдай берген имканияттан пайдалана алғанда әуметтен жүдә қуанған болар еді. Мал сатып алушы достымыз да қой падасын сатып алғанда әм үлкен пайда менен сата алғанда әуметтен қуанған болар еді. Біз әуметті өзімізге қалай қарату жолларын табу үшін осы сәубетті алып бардық. Менің ойымша біз дұрыс жол таптық. Екі уақияда әумет имканият артынан келетұғынын көрсетті. Ақиқат ұсыдан ібарат, егер сен имканияттан пайдалана алсаң, саған әумет күледі. Имканияттан пайдаланған әуметтің ітбарын өзіне қаратады. Минеттегі адамға ол әр дайым жәрдемге таяр. Оған ең лайықлылар істің көзін білеті ғылар. Құдайдың әуметі минеткеш адамларға күледі. Джордж Самуэль Клейсон. Вавилонның ең бай адамы. Қарақалпақ тіліне аударған Рустам Сапарбаев, Ерполат Өтепбергенов.